Мемлекет бюджетінен бөлінген келесі қаражат діттеген мақсатына жетеді деген үміттеміз. Төтенше жағдайлардан қорғайтын нысандардың құрылысы мен оларды жөндеуге биыл еліміз бойынша 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Еліміздің біраз өңірінде көктем келгенде су тасқыны қаупі туындайтыны белгілі. Әсіресе Қарағанды, Ақмола, Қостанай, Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстарында мұна алдарыңыздағы көріністегідей жағдай қайталануы мүмкін. Ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башконың айтуынша, қазір табиғи апаттың алдын алуға барынша қам жасалып жатыр. Алайда тасқын судың қаншалықты әбігерге салары алдағы ауа райына байланысты. Әріптесім Мағауия Қалиев жағдайды журналистік тұрғыдан барлап көрді. Өткен жылғы көктемгі су тасқынының әкелген зардабын Қарағанды, Ақмола облыстарының тұрғындары ұмыта қоймаған анық. Бірнеше елді мекенде су басып, жүздеген адам баспанасыз қалған еді. Бұл аймақтарда биылда қар қалың түсті. Мысалы, Ақмола облысында жауған ақ ұлпаның көлемі әдеттегіден 2-2,5 есе көп. Жергілікті билік пен төтенше жағдайлар қызметі қазіргі кезде апатты болдырмау үшін барынша дайындалуда. Вывезено порядка 400 тысяч кубов. Бүгінге дейін елді мекендерден 400 мың текше метр қар сыртқа шығарылды. Енді жолдардың астындағы су өткелдерін тазалауға кірісеміз. Қазір бізде 35 мың текше метр инертті материал, 400 тонна жанар-жағармай және 500-дей техника дайын тұр. Қарағандылықтарда тасқыннан келер қауіптің алдын алуға қам жасап жатыр. Биыл олар 2 шақырым дамба салып, 33 шақырым бөгетті жөндеген. Облыс аумағындағы 220 су қоймасын қалыпқа келтіріп, өзен арналарын қамыс ағаштан тазартып шықты. Мамандар жер тоңы ерте жібісе, қар суы молынан топыраққа сіңеді деп болжап отыр. Земля была очень сильно пропитана водой. Өткен жылы жер қыртысындағы мұздың қалыңдығы 1,5 метрге жеткен еді. Кей жерлерде 2 метр болды. Ал биыл жердің тоңы 20 сантиметрден аспайды. Сондықтан күн күрт ерімесе, су тез сіңіп кетеді деген болжам бар. Дегенмен біз қол қусырып қарап отырған жоқпыз. Төтенше жағдайға тас түйін әзірміз. Биылғы көктемде ешқандай шығынсыз өткізуге күш саламыз. Шығыс Қазақстан облысының бірқатар аудандарында қардың қалыңдығы 2 метрге жеткен. Алыс ауылдарды айтпағанда Өскемен қаласының шетіндегі өзен көлдерге жақын 1000-ға жуық жеке үйді су басуы мүмкін. Төтенше жағдай қызметінің мамандары әсіресе Согра ықшам ауданына алаңдаулы. Былтыр көктемде дәл осы аумақтағы 20 үйдің ауласы мен бақшасын су басқан. Мұндай жағдай қайталанбас үшін Үлбі өзенінің жағасына қиыршық тастардан биіктігі 8, ұзындығы 150 метрлік бөгет салынып жатыр. Ішкі істер бөлімдерінен 400-ге жоқ қызметкер дайындалды. Өрт сөндіру қызметін қоспағанда төтенше жағдайлардан өзінен 170-ге жоқ техника дайын тұр. Қажет болса осылардың бәрін жұмылдырамыз. Қостанай облысы бойынша 49 елді мекен 2000-ға жуық тұрғын үйді су басу қаупі бар. Бүгінде сол аумақтардың қары сыртқа шығарылып, құм салынған қапшықтар дайындалуда. Мұның сыртында азық-түлік дәрі-дәрмек қоры жасақталып, адамдарды қабылдайтын 68 нысан әзір тұр. Қостанай облысындағы қос қоймаға биыл 370 миллион текше метр су құйылады деген болжам бар. Бұл көлемде соншалықты ауқымды деуге болмайды. Оны қабылдайтын бос орында дайын. Бірақ қар бірден еріп, Ресейден көлемде су келетін болса, Тобыл өзені арнасынан тасып, мынау шеткейлерге жетуі әбден мүмкін. Алайда мамандар түске дейін киіз, түстен кейін мейіз, наурыз айында қар күрт ерімейді деп жорамалдап отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, аймақтағы тілшілердің көмегімен. Еліміздің шойын жолдарында да су тасқынына қарсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Еріген су мен мұз жол учаскелерін бұзып кеткен жағдайда жедел әрекет ететін арнайы 59 пойыз жасақталған. Құм, тас, шпал мен металл құбырлар тиелетін осы пойыздар бұзылған темір жол бөлігін жылдам жөндеп, қысқа мерзімде қозғалысты қалпына келтіретін болады. Сондай-ақ су қоймаларының жағдайы сарапталып, Шығыс Қазақстан мен солтүстік өңірдегі кей бағыттарда қалың қар жолды басып қалмау үшін оны жару жұмыстары жүргізілуде.